Асеке, енді сіз Еуразия бірінші арнасының лицосысыз. Мен Қазақстанның қызметкерімін. Хабардың логотипінде жасағанымыз енді сәл. Енді қазір енді мына сөзді, мына жерді қиып таста десеңіз, қиып тастайын. Жоқ, қиып тастамай-ақ қой. Қиылып қалды жаңағы жер, енді өзіңіз айттыңыз енді. Иә. Асеке, сіз ел таниды да сізді. Сізді жүргізуші ретінде таниды. Бірақ енді өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді білдіретін адам ретінде танымайды. Жалпы эфир жүргізу сіздің жеке ойыңызды тұншықтырып салды деп ойламайсыз ба? Жақсы сұрақ, негізі бұрын соңды қойылмаған сұрақ. Жалпы эфир жүргізетін адамдарды немесе бір каналдың лицосы болсын, оның барлығын көп ойлайды. Бұлардың жеке пікірі, азаматтық позициясы жоқ. Үнемі тек жазып берген текст оқиды. Говорящая голова. Иә, солай деп ойлайды. Бірақ көп көрермен қателеседі, өйткені қазір говорящая голова деген мүлде жоқ телеарналарда. Өзің жаза алмасаң, өзің сыза алмасаң, өзің ойыңды білдіре алмасаң, сөйлем құрай алмасаң, сөз қорың жоқ болса, ешқандай да жұмыс істеу, көтерілу мүмкін емес. Ал менің жалпы азаматтық позициямды жақын жүрген адамдар, достарым, туыстарым барлығы біледі. Бұл менің ішкі айғайымды немесе ішкі ойымды тұншықтырды деп айта алмаймын. Керісінше, мені эфирден көріп, менің парақшама кез келген жерде жазылған, таныған адамдар үнемі менің өзімнің көзқарасымды, өзімнің азаматтық позициямды әлеуметтік желілер арқылы біліп отырады. Демек ешқандай шектеу жоқ. Шектеу жоқ, ешқандай. Сізге айтпайды, мысалы, мына туралы әңгіме айтпа, мына туралы босамайды. Онда бағана қиылып қалған тақырыпта. Қиылып қалған тақырыпта мен араласқым келмейді да бұл тақырыпқа, өйткені бұл менің араласатын тақырыбым емес, бұл менің талқылайтын тақырыбым емес деп ойлаймын. Сондықтан жақсы болды, ол жайына қайтып оралмаймыз. Сіз өзіңіз білетін шығарсыз, осыдан 2 жыл бұрын көкпар дауы болды. Бекболат Тілеуханға қатысты. Өзіңіз оны жүргіздіңіз. Қазір міне қосылады. Көкпардың айналасындағы дау-дамайдан басы қатқан Бекболат Тілеухан қызметінен кетуге дайын. Басы қатқан Бекболат жұмыстан кетуге әзір. Енді сол кісіге келіп тоқталатын болсақ, биыл тағы да бірнеше рет басы дауға қалды. Иә, білем. Ойыңыз? Жалпы менің ойым, жекелеген адамдар, тұрмысы төмен отбасы болсын, қандай да бір қызметте болсын, барлығы үнемі бір даулы мәлімет жасау мүмкін, біреулер жаман пікір жазу мүмкін, олардың барлығына сондай құқық берілгенде, ал осындай шенді шекпенді ағаларымызға құқық берілмеген. Олар біреуді қарғауға болмайды, олар бірдеңе айтса, ол дұрыс емес болады, ол жаңа көп балалы әйел алады, оныкі дұрыс емес. Оның барлығы бар нәрсе ғой, ол кісі жасамаса да, ол ағам жасамаса да, басқалар да жасап жатыр. Оның барлығы болып жатқан неге бір кісіге келіп тақалып, соны айналасында шырғалаңдап, жұрт соны топтасып, жан-жақтан былай жеп жатады да, меніңше бұл дұрыс емес. Неге басқалар жаман комментарий жазалады, басқалар бірдеңе талап ете алады, ал ол кісі талап ете алмайды, ол кісі өзінің ойын білдірмейді. Ол да өзінің азаматтық позициясын білдірген болу керек. Осы жетістікке жету үшін неден бастаптыңыз? Менің құрдастарым қыдырып, көңіл көтеріп, клубтарға барып, уақыттарын жақсы өткізіп жүрген кезде мен жұмыс істеп жүрдім. 9 ай тегін істедім, өйткені мен жұмыс қалған жоқ басында. Кішкентай деді, түрі келмейді деді, дауысы жоқ деді. Мені футболит дейді ғой, анда бар, мында бар деп жүргізді. 9 ай. Иә. Біз негізі стажировкаға 1 айға өзіне әзер шыдайды ғой. Сабаққа бармай, мына жұмысты үйреніп алайын, маған осы тележурналистика керек, тележүргізушілік керек деп оқудан да бас тартқан кездерім болды. Егер сізде кешкісін кез келген адаммен шай ішуге мүмкіндік болса, мейлі ол Дональд Трамп, мейлі ол Опра болсын, мейлі ол бұл дүниеден өтіп кеткен адам болсын, кімді таңдар едіңіз? Бауыржан Момышұлы атамыз таңдар едім. Өйткені Бауыржан атамыз менің өмірімдегі кумирім деп айтуға болады. Өйткені мен кішкентай кезімде атам соғыс ардагері болған, марқұм. Сол кісі туралы жазылған Волоколамск тас жолы Москва түбіндегі шайқас деген Александр Бектің романын оқығаннан кейін ол кісінің образы мен үшін идеал образ болып табылады. Яғни шындықты тура айтатыны, праймериз туралы мен тіпті ойлағым да келген жоқ. Көріп жүрмін, күнде неше түрлі хабарландырулар, таныстарым да қатысып жатыр, жарнамалап жатыр, мені жарнамалап жіберші дейді. Оның барлығы бір болады ғой, бір қызық бір тренд шығады, барлығы соны қайталайды. Әлеуметтік желілерде біреу билеп шығады, киімін ауыстырып шығады. Бұл да сондай бір қызық бір тренд. Адамдар көреді, дәмін көреді, ішіне түсіп көреді. Содан кейін бұл да уақыты өте келе жастарға қатты бір қызықтырмайтын процесске айналады. Қоғамның кескін келбеті сол. Біз күнделікті жұмысымыз жұртпен байланысты болғаннан кейін біз білеміз.
ол қоғамда, ол бүкіл елде, бүкіл мемлекетте болатын жағдай. Адам алған сайын әрдайым бір минус іздейді. Жай ғана қарапайым бір материалды проблеманы көрсетсек, сендер неге мынаны көрсетпейсіңдер, мынаны көрсетсек, мына жер дұрыс емес. Солай, мысалы, карантин уақытында да көрдік, тұрмысы төмен, жұмыстан айырылған отбасыларға көмектесті, еріктілер көмектесіп жатты. Тіпті көрдім, бір ер адам өзінің үйінде азық-түлік бітіп қалған. Соны жаңағы біздің үйде сұйық май бітіп қалды, тезірек әкеліп бер деп, еріктіге қоқан-лоққы жасаған. Әйтпесе мен сені әкімдікке көрсетемін деп. Сондай бір адамдарда кейбірде бір тойымсыздық, қанағатсыздық болады да, барлығы емес әрине, бірақ көп адамда, қоғамда сондай адамдар болады. Маған мынаны бер, мынаны бер, мынаны бер дейтін адамдар болады. 9 ай жұмыс істедім, содан кейін мені сол жергілікті арнаның директоры байқай бастады. Яғни бұл жұмыс істеп жүріп бесплатно, тіпті жиналыстарда да айтады екен. Мына көрдіңіздер, қаршадай бала 9 ай бойы жұмыс істеп жүр деген сияқты бір үлгі қылады екен. Қазір енді бізде көбінесе көріп отырған адамдар енді журналистиканың маңайына, немесе тележүргізуші болатын жас біздің қарындас бауырларымыз шығар. Енді оларға енді кеңес бергенде айтуға болады жауыр болған сөздер. Мысалы, сен күні-түні өз мамандығыңды сүю керексің, талпынып еңбек мақсат. Одан бөлек. Одан бөлек, мен соңғы кездері өзім курс өткізіп жүрмін де. 5 күндік курсым, онлайн курс. Дауыс қою, дикция дейді, мимика дейді, эмоция дейді, жаңағы дауыстың тембрін дұрыстау, акустикасын дұрыстау. Көп жастардан байқайтыным өз-өзін дамытуға, ақша жұмсауға сараңдық танытады. Өйткені менің 5000 теңге бір курсым, әрине, бұл біреу үшін ақша, ауылда тұратын адам үшін бұл бір айлық интернеттің ақшасы мүмкін. Мен барлығын түсінемін. Барлығымыз бір салаға барғанда адамдармен жұмыс істейміз. Біреумен байланыспаймыз, байланысамыз, кездеспейміз, кездесеміз. Сол кезде адам өзіне сенімді сөйлеу үшін соны үйреткім келеді. Дәл бүгін маған Ресейден бір модельное агентство дейді ғой, сол ұсыныс жасады. Лондонда офисіміз бар, біз сізбен жұмыс істеп көрсек қалай болады, біз сізді көптен бері бақылап жүрміз деген сияқты. Формаңызды аздап қалыпқа келтіріп, жабық кештерде, көрсетілімдерде сізбен бірге жұмыс істесек, бізге азиат және еуропалық түр қосылған микс дейді ғой, бір түр керек болып тұр дейді лицо. Және мен оны әзіл деп ойладым басында. Кіріп қарасам, расымен шұғылданады екен. Сосын мен айттым, жоқ, мен телеарна саласында жұмыс істеймін, мен қазір білдей бір арнада жұмыс істеймін, лицосымын десем, жалақысы 10.000 евро дейді. Яғни ол дегеніміз 4.600.000 теңгедей. Яғни, иә. Ақымақ. Мен одан бас тарттым, өйткені маған ол сала қызық емес. Бағаны бері ойланған сұрағым сол өнер жолына қалай келдіңіз? Мен сізде жалпы қандай адам деп іштей анализ жасап жатырмын да. 4 миллион теңгеден 4,5 миллионнан бас тартқан адам. Болашақ енді әйелден пока бас тартқан адам. Тек қана қызметпен өзіне қарап қалған бір өзінше адам деп. Эгоист адам деп сізді санап отырмын да, былай шынымды айтсам. Қаншалықты бұл рас? Жалпы эгоист дегеніне мен қосыламын. Мен өзімді эгоист деп санаймын. Және одан мен ұялмаймын. Оны барлық достарым да біледі. Өз-өзіне қарау, өз-өзін жақсы көру, ол жақсы қасиет деп ойлаймын. Өз-өзін жақсы көрген адам жан-жақты да жақсы көре біледі деп ойлаймын. Өз басым, мысалы, өз-өзіме қараған кезде жан-жағымдағы достарымның да таза, жақсы сөйлеп, жақсы тамақтанып жүргенін талап етемін. Шамалы жетістікке жетуіме мүмкін менің өзімнің эгоизмім көмектескен шығар. Мен өзімді қарамай, өз-өзімді жақсы көрмесем, алдымен өз-өзімді жетілдірмесем, мүмкін жетістікке жетпес едім деп ойлаймын. Айлық қанша? Сабақ, айлық. Может, 5 миллион шығар. Айлық енді әрине 4 миллионның жартысы жоқ. Мен жалпы бір жұмыс істемеймін. Мен жарнама, мен шұғылданамын. Жоқ, ешкім мына жерде қазір жүргендердің ешқайсысы бір жұмыс істеп жатқан жоқ. Иә, енді өйткені Астана, өмір қымбат деген сияқты. 3 тележүргізуші. Мақсат Толықбай, Нартай Аралбайұлы, және үшіншісін айтсам, қазақстандық болса, үшіншісін айта алмайды екен. Кейбір адамдардың сенің танымал болған үшін араласатыны бар нәрсе. Сол нәрсе кейде мені ойландырады. Мүмкін мен студент болсам, немесе бір жерде бір қарапайым қызметте жұмыс істесем, ондай адамдардың жалпы маған тартылыс күші көп болмас еді, магнит сияқты. Ақтөбеге барған кезде жиі сауда орындарында жүрсем, ақтөбеліктерде бір
қалай айтсам енді жаман ба жақсы ма қасиет білмеймін, адамдарды танымал адамды көрсе танып тұрса да келмейді. Оларға ол нәрсе бір жалбақтау, жағыну деп сезінетін сияқты, немесе өзімде де бар ондай. Солай деп ойлаймын, өйткені көріп тұрады да, мынау деген тележүргізуші ғой, қарашы, дейді де, тұра береді супермаркетте немесе бір бутикке кірсең, мынау Еуразияның жүргізушісі. Мысалы, Алматыда, Қарағандыда жүрсем, оңтүстіктің адамдары көрсе жүгіріп келіп, құшақтап, суретке түсіп, көпшілік мысалы ресторандарға барсам, жүгіріп келіп түсіп жатады да, суретке сұрап, тіпті қол қойдырып автограф сұрайтын қыз-жігіттер бар, жастар. Иә, ол ұнайды, конечно. Ол әрине ұнайды. Кімге ұнамайды? Кімге ұнамайды? Ол ұнайтын нәрсе. Бірақ Ақтөбеде ондай жоқ. Сондықтан менде де ондай жоқ та. Мысалы, әншілерді, Қазмедиаға ең бірінші келгенде Астанаға көрсем, тұра берем да, осы әнші екен, осы актер екен. Білмеймін, өзі батыстың халқы сондай шығар. Асекең жүрсе негізі бульварда ше, біз сияқты енді түрі онша емес жігіттер бүйтіп айналып кетіп қалады да, мына жақтан айналып. Өйткені не жоқ та ол жерде ше. Сен олай айтпа. Сенің түрің ол онша емеске жатпайды. Олай ешқашан. Ал соңғы тілегіңіз біздің қазақ контент арнасының көрермендеріне деген? Жалпы YouTube'да соңғы кездері қазақ контент көбейіп жатыр. Бұл мен үшін қуанышты жағдай. Бұрындары мен көбіне қазақ тілді контентті көрмейтін. Бірақ соңғы кездері сауатты қазақ контентті, жастарды жинайтын бір каналдардың ашылғаны мен үшін қуанышты. Және осы каналдардың бірі Санат бауырымдікі болғанына мен өте қуаныштымын. Жалпы Санатты, мен бірінші Санат деп есіме түсірген кезде, оның баритон дауысы бірінші есіме келеді. Өйткені оның дауысы жалпы сирек кездесетін дауыс деп айтуға болады. Осындай баритон дауысты жігіттің тек қана дауысымен емес, интеллектісімен, IQ-мен ерекшеленуі бұл каналдың алға жылжуына үлкен стимул болатынына мен күмәнім жоқ. Сондықтан алға көрермендерің әрдайым көп болсын.